Сәлем достар. Сіздермен бірге мен Райка Токовока. Бүгін менде жаңа видео, яғни бұл жаңа жұптың 4-ші сериясы. Ал біз киномызды бастаймыз достар. Ұнаса тіркеліп лайк басып кетіңіздерші. Ұялма, бұл біздің үй. Бұл екіэтажный үй ғой. Иә, кір. Ашсыңдар есікті. Қазір. Мырза, ханым, кіріңіздер. Жүр бірінші кірі сен. Кір сен. Мынау сенің точно бөлмең ба? Точно бөлмең бар ма сенің? Иә. Жүр. Бөлмелерді таныстырып шығайық. Бізде кең бөлмелер бар. Иә, көрініп тұр, кең екені. Бұл бізде менің бұл адам. Мен сені осы адам арқылы білдім. Сондай ма сонымен? Иә, сондай. Бұл менен сұрады. Ғашық болған секілді. Ал келесі бөлмеге кеттік. Бұл бөлме бізде кухня. Саламатсыз ба? Саламат, сен ба? Джектің қызы. Иә. Бұл менің анам. Аты Фариза. Келіңдер. Төрлет қызым. Мен бұған бөлме таныстырып жатырмын. Сосын там ішеді өзін таныстырып. Жарайды, бара қойыңдар. Жүр, келесі бөлмеге кетейік. Бұл бөлме бізде ванна. Мына бірінші заттар менің заттарым бальзам, мынау шашқа жағатын. Ал төбедегі ше, ол мамам заттары. Мамам көптеген наборларды қолданады. Түсінікті. Келесі бөлме менің бөлмем. Жүр. Міне, бұл менің бөлмем. Нормально, өте күшті жасаған стиль. Иә. Жүр, екінші этажға барасың ба? Иә. Сосын киімімізді ауыстырып алайық. Жарайды. Яғни курткамызды шешейік деген ғой, киім ауыстыру емес. Иә, білем, түсіндім ғой. Бұл бізде лифт, баспалдақ анау деген жоқ. Түсінікті. Жүр, мінейік. Қорық, түсіп кетпей ма? Жоқ, ондай емес. Ал бізде бұл екінші этаж. Жүр. Қалып қойған емес? Жабылып кеткен ғой. Жарайды. Бұл жақ бізде бассейн, қара. Күшті ғой? Иә. Келесі бөлме бізде зал. Залдан өте кең ғой. Диван да өте кең. Иә, бәрін кеңейтіп алдық. Қазір шкафты көрсетем. Бұл шкафта не бар? Бұл уборка жасайтын заттар почти, иә? Иә, білеткенсің. Ойбай, қош жібердік. Келесі бөлме бізде рабочий стол. Біз бәрімізге арналады. Күшті екен рабочий стол. Иә. Жүр, келесі бөлмеге кеттік. Жарайды. Бұл бізде генеральный уборка бөлмесі. Ал бұл бөлме менің мамамның бөлмесі. Менің мамам заманауи болғасын, осындай заттар қолданады, боянады. Жақсы ғой, мамам. Жарайды, жүр, киім ауыстырып алайық. Жақсы, жүр. Не болды? Біз киімді ауыстырып алдық, сен ашқан шешпейсің ба? Жоқ, нормально. Жүре берейші. Жарайды. Жүр, кеттік. Бастаса сен мен мамамнан болды. Жарайды. Мама, біз келдік. Бала, Отыр ана жерге. Төрге қыз отырсын. Не пәлесіңдер, бір. Отыр дейм ана жерге. Әйтпесе ісім семен болады. Мама, неге айналып көп? Маған десе бересіз, сөз қайтарма маған. Келе ғой қызым, мынаққа отыра ғой ботам. Кел. Сендер үшін мен деген тамақ істеп қойдым. Бұл жақта мына Джек екеумізден басқа ешкім шешпейді. Жарайды.
Келе кызым, кылган тамагыңды же. Ят кой. Кой жок, ешкандай ят эмес. Жарайды. Аны жейшім ал. Ту, неге жейсің ананы? Неге жеме оны, қыз жейді. Нан же ана макаронды. Қызым же ана екеуін. Жарайды. Сен ба атышы уқтың ба? Ту, мама, нақта тұр ғой, келіңіз. Құмашы ол, әлі жас қой. Сен жуасын ұқтың ба? Өтпір. Қызым бара ғой. Бара демал бол. Ят қой, мен өзім жинай саламын. Жоқ, мына баллистика бәрін. Жарайды. Күшті ғой мына өмір деген. Бала, жутес. Мен кеттім бөлмеме, ұқтың ба? Ана қызды дымыс етпе. Сетсең, жаның шығарам сен баланы. Түсінің ба? Демал болсын ана. Эма, түсінің ба демей? Ойбай, я. Соға қайтарма маған. Эма неге жинамайды? Эма, жина жақты. Мені Джек шақырып жатқан сияқты. Барып қарап келейін. Не болды, Джек? Неге шақырдың? Не жақты жинашы сен? Шың айтты ғой жинама деп. Айта береді. Бала, мен бәрін естіп тұрмын. Өзің жина. Оля, қайдан шықтыңыз? Неге сен қызды жұмыстасың, а? Жина өзің тез. Қызым бара ғой бөлмеңе. Мынау бәле тағсан істетсін, маған айтып жарай ма? Жарайды. Жинатпа сен соқтың ба? Я, сөз қайтарма маған. Я деп дұрыстап жауап берсейші. Мына күшті ойна отбасы. Ту, неге Эма жинамайды? Мен оны келін алып әкелдім ғой. Тоңдытпастан өткен күнім болып тұр ғой, мынау енді точно. Мұны жей қояйын, жинап тастайын. Кеттім мен Эмаға, не істеп жатыр екен ол? Эма, мен ана тыстарды жуып, неге сап қойдым? Хотя сен орналастыршы. Неге? Айтты ғой жаңа орналастырма, дымды істетпе деп. Мама, мен сондай ғой. Сен бала сөзге түсінесің бә, түсінбейсің бә? Оля, мама, шошты жібердің ғой, қақтан шықтыңыз? Өзің жинайсың ана жерді, ұқтың ба? Сетпе келінге ештеңкені. Шаршап кеттім уже ше. Не істеп шаршайсыңдар? Осы не істеп шаршайсыңдар? Біз сияқты күн кешке дейін жұмыс істемейсің ғой сен. Бір осындай сұстар ғой өмірі. Бала, жап осыңды. Не? Қоймай жатсың. Өмір осы ғой, мен келсем, өмірі осы өмірі. Жап осыңды сен, бала. Сен өзің істейсің бәрін, ұқтың ба? Қызым, дым істеме, ұқтың ба? Мұнақа істесе, пашол де, ұқтың ба? Жарайды. Жүр кеттік сен, бала. Стады оластыр өзім. Өмір, неге мен жинай беремін? Эма тұрғанда. Мына бәледе болды ғой. Енді осыларды орналастыру енді маған оңай емес. Міне бәрін орналастырып қойдым.